Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және оларды алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтауы мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің мемлекеттік қызмет көрсетулерді дамыту және сапасын бақылау бөлімінің басшысы Қуандыкова Гузель Мұратовна. Қош келдіңіз. Қазақстандықтарды салық заңнамасына қандай негізгі өзгерістер күтіп тұр? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Салық кодексі 2006 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңды күшіне енді. Негізгі өзгерістері бойынша айта кетсем, салықтық есептілік нысандары 30%-ға қысқарды, салықтық төлемдер 20%-ға қысқарды. Арнаулы салық режимдер бұрын 7 болса, қазіргі таңда 3 негізгі арнаулы салықтық режимдер қалдырылды. Жақсы. Келесі сұрақ, 2026 жылы салық есептілігін қалай ұсынуға болады? Құрметті салық төлеушілер, сіздер салық төлеуші кабинетіне кіріп, қолданылатын салық салу режимі тәртібі бойынша өздеріңіз салықтық есептілік нысандарын таңдау керексіздер. Мысалы, егер сіз оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолдансаңыз, бірінші жарты жылдыққа тапсыру мерзімі ол 1 шілдеден 15 тамызға дейін. Егер де, мысалы, сіз осы салықтық есептілікті ұсынбасаңыз, салық төлеуші кабинетінде ол система өзі осы салықтық есептілікті құрастырып, оны ақпараттық жүйеге жібереді. Салық төлеуші тарапынан 272 әкімшілік құқық бұзушылық бойынша ешқандай да істер яғни жасалынбайды. Егер де сіз, мысалы, тапсыру мүмкіндігіңіз болмаса, ақпараттық жүйе сіздің жеке тұлғаңыздың атынан дұрыс емес айттым. Егер де, мысалы, сіздің осы салықтық есептілікті нысан табыстау мүмкіндігіңіз болмаған жағдайда, сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, заңды тұлға болсаңыз, ақпараттық жүйе сіздің тарапыңыздан осы салықтық есептілікті өзі құрастырып, оны ақпараттық жүйеге жібереді. Жақсы, түсінікті. 2026 жылы қандай мемлекеттік қызметтер қысқартылды? 2026 жылы салықтық есептілікті кері қайтарып алу деген мемлекеттік қызмет жойылды. Яғни, сіз енді осы салықтық есептілікті жібере алмайсыз. Егер де сіз жаңылысып, бұрыс салықтық есептілікті жіберіп қойсаңыз, енді тек қосымша салықтық есептілік декларацияны табыстау негізінде оны дұрыстай аласыз. Түсінікті. Қосылған құн салығының төлеушісі болу үшін не істеу керек? Салық кодексінің 99 бабына сәйкес қосылған құн салығының төлеушісі болып, арнаулы салық режим қолданатын жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар, жеке практикамен айналысатын тұлғалар және де мемлекеттік мекемелер қосылған құн салығының төлеушісі бола алмайды. Яғни, сіз қосылған құн салығының төлеушісі болам десеңіз, жалпыға ортақ режимді қолдану керексіз. Құрметті салық төлеуші, егер де сіз қосылған құн салығының төлеушісі болам десеңіз, салық төлеуші кабинетіне кіріп, салықтық өтінішті толтыруға міндеттелесіз. Жақсы. Салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру үшін не істеу қажет? Салықтық есептілікті уақытша тоқтата тұру үшін сіз кезекті декларацияны ақпараттық жүйеге жібересіз және де арнайы салықтық өтінішті жібересіз. Негізгі қызметті тоқтата тұру максималды 3 жылға рұқсат етілген. Мысалы, қараңыздар, сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркелсеңіз, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режим қолданатын болсаңыз, мысалы, ақпан айында қызметті тоқтата тұруға шешім қабылдасаңыз, ең біріншіден сіз 910 оңайлатылған декларация негізіндегі декларацияны тапсырып, 2026 жылдың 1 жарты жылдығына кезекті деген мәртебесімен және де салықтық өтінішті беруге тиістелесіз. Және де қызметті тоқтата тұру ол салықтық құпияны құрамайды, сондықтан уәкілетті органның ресми интернет парақшасында осы ақпаратты көру мүмкіндігіңіз бар. Құрметті салық төлеушілер, және де сіздердің назарларыңызға келесі ақпаратты ұсынамын. Егер де сіз биылғы жылға оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданам десеңіздер, сіз осы жылдың 28 ақпанына дейін
қолданатын салық салу режимі туралы хабарламаны табыстауға тиістелесіз. Егер де сіз осы хабарламаны ұсынбасаңыз, 1 наурыз 2026 жылдан бастап жалпыға ортақ режимге ауыстырыласыз. Құрметті салық төлеушілер, Қаржы министрлігі кәсіпкерлерге қолдау көрсету негізінде республика бойынша халық бухгалтері акциясын өткізуде. Елордамыздың 6 аудандық мемлекеттік кірістер басқармасына жолығып, тегін консультациялық көмек ала аласыз. Бұл акция әр апта сайын дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күні өткізіледі, таңғы сағат 10-нан түскі сағат 1-ге дейін. Жақсы, түсінікті, рахмет. Гүзел Мұратовна, мазмұнды сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге тек абырой тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруларыңызға болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.